Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге жалпы тәжірибе дәрігері Қуанбек Бақытханұлы. Бұл каналды бастау себебім, мен өзім оқу бітірген жылдары қазақ тілді мәліметтерді көптеп іздедім. Осы YouTube каналынан немесе интернет желілерінен, көптеген Instagram, TikTok деген сияқты основной ол жақтарда ақпараттар көбінесе бізде орыс тілді немесе ағылшын тілді болып келеді. Қазақ тілді мәліметтер өте аз. Жоқ емес, қазіргі таңда жүргізіп жатқан дәрігерлер бар, бірақ әркімнің тақырыбы әртүрлі болып келеді бұл жерде. Именно өзімнің іздеген, мысалы поликлиника жағындағы жұмыстарды қалай жасау керек, приказдар, немесе аурулардың емі, немесе және дәрілердің есептеу жолдары, дозаларын, ол туралы ақпараттар өте аз. Соған байланысты мен осы YouTube каналын жүргізуді қолға алмақшымын. Сіздерден қолдау күтіп, маған тіркеліп, пайдалы ақпараттарды осында білулеріңізге болады. Мен бұл жерде основной ең біріншісі өзім поликлиникада жұмыс жасайтын болғаннан кейін көбінесе поликлиниканың жұмыстары туралы болады, және жиі кездесетін аурулар, оларды емдеу жолдары, және дәрілерді қалай дұрыс тағайындау керек, қалай дозасын дұрыс есептеу керек, сол туралы ақпараттар беретін болам. Мысалы, жаңадан бітіріп келген дәрігерлер үшін өте ауыр болатын жағдай, ол бізде ең біріншісі диагноз қою және оның дұрыс ем тағайындау жолдарынан қиналады. Мысалы, универде үйретеді, бізде общий түсінік қалыптастырады, бірақ та жеке қалай есептеу керек дозасын, қандай жағдайда қандай дәрілерді тағайындау керек, ол туралы нақты мәліметтер берілмейді. Мен өзімнің осы 3-4 жылдағы жинаған тәжірибеме сүйеніп, және де басқа да шетелдік мәліметтерді алып, осы парақшада алдағы уақыттарда сіздермен бөліспекшімін. Бұл жерде ең біріншісі поликлиника жұмысы болғаннан кейін білу керек, приказдарды, бұйрықтарды білу керек. Сол туралы айтылатын болады. Және де ең жиі кездесетін аурулар, күнделікті, мысалы тұмау, сахарный диабет, қан қысымы, ревматоидный аурулар, және де тағы басқа ауруларды осы жерде талқылайтын боламыз. Сонымен қатар бұл жерде біз дәрілердің дозасын есептеуді үйренеміз. Мысалы, жаңадан температура болып келген адамға қандай дозировкада дұрыс беру керек, мысалы ибупрофенді, парацетамолды қалай дұрыс есептеу керек, артық дозада бермей, нақты мөлшерде беру, сол туралы тоже талқылайтын боламыз. Сонымен қоса антибиотиктерді қалай есептеу керек, ол туралы да көрсетілетін болады. Ең жиі кездесетін ауруларды талқылаймыз. Мен сіздерден бұл каналда қолдау күтем, және алдағы уақытта көптеген пайдалы ақпараттар болатынына сенімдімін. Сол үшін сіздер тіркеліп, өздеріңізге пайдалы ақпаратты осы жерден алсаңыздар болады. Бұл жерде тек дәрігерлер ғана емес, сонымен қоса ата-аналар, немесе студенттер тоже тіркелуіне болады. Өйткені студенттерге де пайдалы ақпарат болады, ата-аналарға да пайдалы ақпарат болады, және де дәрігерлерге де пайдалы ақпаратты осы жерден аласыздар. Ал сіздерден қолдау маған сәттілік болсын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.